бала. Ертеде бір кішкентай ауылда өте жарлы адам өмір сүріпті. Ол қанша тырысса да өмірі өзгермейтіндей көрінді. Неге мен кедеймін? Бір күні ол дана қартқа жолығыпты. Ол ішіндегі барлық мұңын айтып берді. Мен неге кедеймін? Қарт оған жай ғана жауап берді. Себебі сен ешкімге ештеңе бермейсің. Жарлы адам таң қалды. Менің беретін ештеңем жоқ қой. Сонда әлгі дана былай жауап беріпті. Сенде беретін кем дегенде 5 нәрсе бар. Қандай сонда? Бірінші, жүзің бар, күлімсіреп айналаңа шуақ сыйла. Басқаларға қуаныш сыйлау арқылы өзің де бақытқа бөленер едің. Екінші, аузың бар, адамдардың жақсы қасиетін айтып жігер бер, жылағанды жұбатып, мейірімділік сөздер айт. Үшінші, жүрегің бар, басқаларға жүрегіңді аш, жылу сыйла, шынайы да, шыншыл бол. Дана қарт әр сөзін мағыналы етіп жалғастырды. Төртінші, көзің бар. Айналаға жанашырлық танытып, мейірімділікпен қара. Бесінші, аяқ қолың бар. Сен өзгелерге көмек бере аласың. Еңбек ету үшін денің сау. Сол сәтте жарлы адам бәрін түсінді. Міне, көрдің бе, сен кедей емессің. Кедейлік адамның жүрегінде. Сол күннен бастап ол өзгере бастады. Шын байлық мейірімді жүректе екенін түсінді. Мына алманы алыңыз. Көп рахмет. Қандай сүйкімді. Мына жемістерді алайық. Нағыз байлық материалдық игілікте емес, адамның өзгелерге сыйлай алатын мейірімінде, жылы сөзінде және игі істерінде. Осындай пайдалы әңгімелер ұнаса, біздің Данышпан бала арнамызға жазылып қойыңыз.